Қайырлы құрметті оқушылар, бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 8-ші күні. Бүгін біз сіздермен олеум есебін қарайтын боламыз. Массасы 250 грамм 48% олеумге дейді. 80% күрт қышқыл ерітіндісінің тығыздығы берілген. Қандай көлемін қосқанда 10% олеум түзіледі дейді. Енді жалпы сіздер білесіздер, олеум есептерінде біз 3 стакан ережесін қолданамыз. Бұл жерде 2 затты бір-біріне қосып, үшіншісін аламыз. Соны қазір бір сызып қояйық. Бірінші бізде не бар? 250 грамм, жалпы 250 грамм, оның 45%-ық олеум дейді. Яғни 45% оның SO3. Қалған 55%-ы H2S4. Олеум дегеніміз ол SO3 пен H2S4-ін қоспасы еді. Енді осыған 80%-ық күрт қышқылы дейді. Мына жерде 80%-іміз ол H2S4, онда қалған 20%-ымыз су. Енді бұдан не алынды дейді. Мына екеуін қостық бір-біріне. Екеуін қосқаннан кейін бізде 10%-ық олеум алынды дейді. Яғни мына жерде 10%-ы SO3, енді қалған 90%-ы H2S4. Енді осылай сызып алғаннан кейін сіздердің көздеріңізге анық көрінеді. Не жоқ мына жерде? Бастапта SO3 пен H2S4 және су мен H2S4 қоспасы болды, бірақ соңында бізде SO3 пен H2S4-дің қоспасы ғана қалды. Демек, су толық жұмсалып кетті. Мынау толық әрекеттескен. Әрекеттесті. Өйткені бізде соңғы қоспада ол жоқ. Ал енді бізге осы мына жердегі ерітіндінің көлемін тап дейді. Көлемін табу үшін оның бізге массасы керек. Массасы қанша екенін білсек, мысалы, массасын біз белгісіз деп алайық, X деп алсақ. Егер массасын білсек, онда массаны тығыздыққа бөлсек, оның көлемі шығады. Тығыздық бізде беріліп тұр. Онда бірінші кезекте бізге оның массасын табу керек сөз. Ендеше оның массасын қалай табамыз? Бізде жалпы олеум есептерінде мынау енді ең күрделі түрі, мынау күрт қышқылдарының массаны сақталу заңын қолданамыз. Яғни күрт қышқылдардың массасын табамыз. Мына бірінші ерітіндінің ішінде бізде 55% күрт қышқыл бар, M1. Екінші ерітіндінің ішінде 80% күрт қышқыл бар, M2. Ал үшінші, мынау сумен SO3 әрекеттеседі. Бұл бізде M3 болады. Бұл жерден күрт қышқыл түзіледі H2S4. Осы 3 күрт қышқылының барлығы жиналып мына жерде 90% құрап отыр. Енді бұл жердегі жалпы ерітіндінің массасы қанша десеңіздер, мына жердегі ерітіндінің массасы не? Біріншісі 250, екіншісі X. Онда масса ерітінді, яғни олеум, мына соңғы, ол 250 плюс X болады. Ал енді оның ішіндегі күрт қышқылының массасы қанша? Ол 90%. Онда 250 плюс X-тің 90%-ы масса H2S4-іміз 250-ді көбейтеміз, 250 плюс X-ті көбейтеміз 90%-ға. 90% дегеніміз саммен 0,9. Ендеше 250-ді 0,9-ға көбейсеңіздер 225, ал X-ті 0,9-ға көбейсеңіздер 0,9X. Енді осы мына күрт қышқылының массасы, мына жалпы масса жаңағы 3 массаға тең. Онда біз M1-ден бастайық. M1, ол 250-дің 55%. 250 грамм көбейтеміз 0,155. Өйткені 55% ол санымен 0,155. Онда 137,5 грамм шығады. Бұл біріншісі. Ал екінші, мына X-тің 80%. Бұл M2. Екінші күрт қышқылы, ол 80% дегеніміз 0,8, оны X-ке көбейтеміз 0,8X. Ал үшінші бізде жаңағы SO3 сумен әрекеттеседі. Сумен әрекеттескенде H2S4 түзеді. H2S4. Енді бұл жерде ең басында біз анықтадық. Су толық жұмсалады. Өйткені бұл жердегі суымыз ең соңғы ерітіндіде жоқ еді. 0,2X судың массасы. Мынау M3 тең қанша? Мұнда M2 18, мұнда 98. Онда M3-ті тапсақ, M3 дегеніміз жаңағы 0,2-ні көбейтеміз 98-ге бөлеміз 18-ге. Енді осыдан бізде мынаны көбейтіп бөлсек, жуықтап 1 нақты шықпайды, 0,89. 3 орынмен алыңыздар, көбінесе. 3 орынмен алыңыздар, X. Так, біз M1, M2, M3-ті тауып алдық. Енді осы үшеуінің қосындысы, мына үшеуінің қосындысы бізде мынау массаға тең болу керек. Өйткені бұл жалпы күрт қышқылдарының массасы бізде мына жалпы олеумдегі күрт қышқыл массасына тең. Онда біз соны жазайық. 137-де 5 қосылған 0,8X. Оған қосамыз 1,089X тең 225
плюс 0,9x. Енді x-терін бір жағына, y-ін бір жағына жинасақ, онда мынау 1,88, одан 0,9 азайтамыз, сонымен 0,989x қалады. Ал мына 137-ні теңдіктің оң жағына өткізсек, 87,5 қалады. Енді осыдан x-ті таба қойсаңыздар, x-тіміз бізде 87,5-ті 0,989-ға бөлеміз, жуықтап 88,47. 88,47 грамм. Бұл мына жердегі мына бастапқы ерітіндінің массасы еді. Мынау 88,47 грамм болса, онда ары қарай оның көлемін табу керек еді. Көлемін табу үшін біз массаны жаңа 88,47-ні бөлеміз 1,727-ге. Мынау грамм миллилитр. Көлем массаны тығыздыққа бөлдік. Енді осыдан жоқтап 51,2 миллилитр деген жауап шығады. Сонда соңғы жауабымыз 51,2. Мына жерде 52,1 деп жазып қойдым. 51,2. Қазір нақты бөлесілейін. 88,47-ні бөлемін 1,727-ге. 51,2. Мына жерде 51,2. Мен жазғанда қате кетіп қалдым ғой. Мына 1 мен 2-нің орнына ауысып кетті. 51,2 миллилитр деген соңғы жауап шығады. Болды, бұл есептің жалпы шығарылу алгоритмі осы. Сонда сіздер мына егер олеум есепшіктерін шығарудың 3 стакан ережесін білсеңіз, одан кейін ол жерде массаны сақталу заңы бойынша жалпы күкірт қышқылдарының массаларын тауып, онына соңғы күкірт қышқыл массасына тең екенін табуды білсеңіз, бұл есеп оңай шығады. Енді дәл осыған ұқсайтын тағы бір есепті мына жерге қойып қойдым, яғни массасы 400 грамм 40%-ық олеумге, мына жерде 400 грамм 40%-ық олеум бар, яғни оның 40%-ы SO3, қалған 60%-ы H2SO4. Бұған не қосамыз дейді? Бұған да күкірт қышқылының ерітіндісін қосамыз. Бұл жерде күкірт қышқылының ерітіндісі 70%, яғни 70%-ы H2SO4, ал оның қалған ар жағындағы 30%-ы су. 30%-ы H2 бұл. Енді мына екеуін қосқан кезде бізде мына жерде 25%-ық олеум алынды дейді. Яғни 25%-ы SO3, қалған 75%-ы H2SO4. Дәл жаңағы есеп сияқты, тек қана цифрлары басқа. Бұл жерде де көлемді табу керек, онда бірінші мынаның массасын табасыздар, қанша екен, массаны тапсаңыздар, мына тығыздыққа бөліп көлемін табасыздар. Енді мына жерде жауаптардың варианты берілген, өздеріңіз шығарып, дұрыс жауапты белгілеп көріңіздер. Аман сау болыңыздар, ертеңгі сабақта жүздескенше.